Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'da. Жалғыз Аллах Таала хамд сана мақтаулар болсын. Дуа саламдарыбыз өзінен кейін пайғамбар болбой тұрған ақырғы пайғамбарға болсын. Урматтуу мұсылман бір туғандарым, жаратқан Аллах Таала кереметті Құран-ы Кәрімінде "Вa'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафаррaqu" Алланың жібінде біріккілі, ва ла тафаррaqu бөлінбөгілі. Алланың жібі демек, ал Құран жана дин. Алланың динінде, Алланың Құранында бір болғыла, ва ла тафаррaqu бөлінбөгілі. Жаратқан Аллах Табарак ва Таала башқа bir аятта мындай дейді: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ла такуну каллазина тафаррaqu ва ихталафу мин баъди ма джа'ахумул баййинат ва улаика лахум азабун азим." Ва ла такуну болбогула. Тартышып, талашып, бөлініп кеткендер сияқты болбогула. Тартышып, талашып, бөлініп кеткендердей болбогула. Аларға Аллах Тааладан баяндалған дин тура бағыт келгеннен кейін дини болып тұрып, Алладан келген кітебі болып тұрып, алар тартышып, талашып, бөлініп кетті. Ва улаика лахум азабун азим. Андайларға Аллах Тааланың қатты азабы бар дейді. Аллах Таала Мұхаммад алейхиссалам үмметіне, сілерден мұрдағы үмметтерге пайғамбарлар келіп, Таурат, Инжил, Забур китептер келіп тұрып, Алланың баяндаған ачық айқын жолы болып тұрып, ошоны қармабастан бөлініп, тартышып, талашып, бөлінгендер сияқты болбогула силер дейді. Қолында дини болып, Құраны болып, тура бағыты болып тұрып, тартышып, талашып, бөлінгендерге Алланың қатты азабы бар дейді. Урматты мұсылман бір туғаным, Нуъман ибн Башир деген сахаба, Аллах Таала Нуъман ибн Баширден Аллах разы болсын, Пайғамбар алейхиссаламдан бұл хадисті жеткізіп мындай дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Ал-жамаату рахматун вал фурқату азабун." Жамаат биримдик болу, жамаат менен жашағандық Алланың рахматы. Вал фурқа бөліну бұл Алланың азабы. Ибн Мас'уд кереметті Құранды Ибн Мас'удтан тереңірек білген алымдар саналу ғана болған. Улуу сахаба Ибн Мас'уд мындай дейді: "Ма такрахуна фил жамаа хайрун мимма тухиббуна фил фурқа." Жамаат болып, жамааттың ішінде жүріп, сілер жаман көрген нәрсе, бөлініп, жақсы көрген нәрсеңерден жақсырақ дейді. Бөлініп алып, өзімше шуны қылсам жақсы болады дегеніңнен көрі, жамаат менен болып тұру, жамааттың ішінде сілер жақтырбаған нәрсе, бөлінген кездегі жақсы көрген нәрсеңерден бұл жақсырақ дейді. Түсіндіре алдым ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам улуу сахабасы: "Сен бөлініп, ушул бөлінсе мо жасаған ишим жақсырақ деген нәрсең, жамаат менен сен болып тұрып жасаған жаман көрген нәрседен бұл жақсырақ" дейді. Урматты мұсылман бір туғаным, жамаат менен болу, биримдикте болу, бөлініп жарылудан Аллах Таала бізді сақтасын. Алланың динінде бір болғыла, бөлінбөгілі. Вастаину биллах, Алладан жардам сұрағыла, жаратқанға жалғар дуа қылғыла, биримдигибиз ыдырабасын, бөлінбөйлі. Васбиру, кейбір сыноолорго сабыр кылгыла. Валияхуз хукамаукум ала айди суфахакум. Акылдуулар, данышмандар, аксакалдар бөлүнөм деген акылсыздардын колудан кармап туура багыт бергиле. Улуулар кичүүлөргө туура багыт бергиле. Улуулар жаштарга насаат кылгыла. Түндүк түштүк болуп бөлүнбөгүлө. Урууларга, улуттарга бөлүнбөгүлө. Иннамал муъминуна ихва. Әлбетте имандуулар bir туған. Жақында саясаттың шайтан ойыны башталады. Анан бөліну башталады. Урматты мұсылман bir туған, бөлінуге еш қачан жол бербейлі. Biz bir болалы. Бұл Аллах Тааланың мойнымызға фарз қылған нәрсе.
Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah'ın dininde bir boğula деген Allah'ın buyruğu turadi. Ve la tafarraqu, Allah tiyu salat. Bölünbөгülө deydi. Hurmatlı Müslüman bildiğin. Mekendin tinçligi üçün, eldin tinçligi üçün en zarıl bolğon nerse bal birimdik. İmanda bir boluu üçün. Mana İslam dinimiz bizdi birimdikке үйrөtөt. Mana 5 vakit namazda kelip, sen Özböksün, sen Dungansın, sen Kırgızsın, sen Kazaksın, sen Uygursun. Mesele yok. Bir imamda, bir safta turabız. 5 vakit. Ayet namazlar, bardık İslamdagı ibadatlar insandardı birimdikке çakırgan, үйrөtүүчү nerse. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, ulu paygambardan birisi Davud aleyhisselam. Zabur dedim, Zabur kitabı Davud paygambarga düşkön. İnne Davud aleyhisselam kâle fîme yukhâtib rabbeh. Davud aleyhisselam Allah Taala'ga kayırılıp mınday deptir. Davud aleyhisselam jaratkan Allah Taala'ga kayırılıp mınday dedi. Ya Rab, ey ibadik ahabbi ileyk. Ey Rabbim, bendeleriңdin arasında kimisi sagası yüktü dedi. Davud paygambar Allah Taala'dan soraydı. O Rabbim, ey kojoyunum, ey jaratuvchum, bendeleriңdin arasında kimisi sagası yüktü dedi. Ne için soradı? Uhibbuhu bihubbik. Sen süygönüň üçün men de anı süýöýin dedi. Sen süýgön bendeňdi maga aytkın, men de anı süýöýin. Kale ya Davud, Allah Taala ey Davud dedi peygamberim. O Davud, ahabbu ibadi ileyye naqiyyul kalb ve naqiyyul keffayn. Maga en süýüktü bendem, jüregi taza, kolu taza bende dedi. Jüregi taza kör almaslık yok, kızganışlık yok. Ekijüzdүүлük yok. Kolu taza, biröөгө kolu menen iza berбейт. Biröödүн malı mülkün urdabайт. Biröödүn үйүн küygüzбейт. Biröödүn buyumun talkalabайт. Allah Taala ey Davud, maga süýüktүү bende, jüregi taza, jürегинде imanı var. Kolu menen tili menen başka ziyan жеткизбеген, kolu taza bende dedi. Ahabbe ibadi, kolum taza olup jüregi taza olup kaldı yok. Ahabbe ibadi la yati ila ahadin su'an. Al bende kolu da taza, jüregi da taza, menin bendelerim süýöt. La yati ila ahadin su'an, hiç biröөгө jamandyk kılbayt. Biröөгө jamandykty oylabayt. Ve la yemşi bin namime, köngül bir. Al men süýgön bendem eldin arasında uşak tarkatbayt. Uşak ayın aytbayt. Eldi bölüp jarbayt. Tazulul jibal ve la yazul. Al men süýgön bende özünün uşunday tegiz jürögünün tazalygynda, kolunun tazalygynda, imanın bekemindiginde toğlar talkalap jayынан jılsa da al bende prinsipiden, imanıdan, bagytydan hiç jılbayt deydi. Toğlar jayынан jılıwsy mümkün deydi. Birok al men süýgön bende jürögi kolu taza bolgon, imanı bolgon bende özünün bagytydan hiç jaka jılbayt dedi. Ahabbani, oşonday bolup turup meni süýöt. Ve ahabba men yuhibbuni, al men süýgöndü süýöt. Ve habbabani ila ibadi, men anı süýöm, meni süýöt, jana meni deydi Allah Taala. Bendelerge süýdüret deydi. Karaň. Al Allah'ını ile süýüp kalbastan, Allah Taala aytadi, meni de bendelerge süýdüret deydi. Kale Davud aleyhisselam, ya Rab, inneke la ta'lem enni uhibbuk. Ya Rabbi, meni bilesiz. Men paygambarmın, men Davud'mun. Men seni süýöm dedi Allah. Davud paygambar Allah Taala aytadi, men seni süýömün. O uhibbu men yuhibbuk. Jana seni süýgönderdi de süýöm. Davud aleyhisselam, ya Allah'ım, bilesin men seni süýömün, seni süýgönderdi süýömün. Fe keyfe uhibbuka ila ibadik. Birok bendelerge seni kanıp süýdürem dedi. Birok bendelerge seni kanday süýdürem dedi. Kale zekkirhum bi alai, bi ayati. Bendelerge menin ayatlarım, kudretlerim eskertkin. Jokton bar kılganym, rızkı bergenim, densoluk bergenim, akıl bergenim, men bergen nerselerdi eskert dedi. Ve belai, kebir menin sınavlarımda eskert. Allah sınav berip atat. Ne için? Kim tuğra bagıtda? Kim bu sınavdan jakşı ötөt?
Ва нуамаи, бенделерге берген ниматтарымды эскерткен. Урматтуу мусулман бир тууганым, бирөөдүн бир кичине жакшылык кылса жакшы көрөсүң да, бенденин табияты ошондой. Эгер сага кичинекей жакшылык кылган адамды жакшы көрө турган болсоң, сени жоктон бар кылган ким? Бул мечитке иман, тавфик берип, карап, миллиондогон адам мечиттин жолун билбей жүрөт. Сага Аллах иман берди. Аллах байлыкты, бийликти сүйгөнгө, сүйбөгөнгө бере берет. Бирок иманды Аллах сүйгөн бендеге берет. Сени бирөө жетелеп келген жок. Аллах Таала жүрөгүңө салды. Субханаллах, алхамдулилlah, сени ошол миллиондогон адамдардын арасынан тандады. Аллахнын берген ниматтарын эскер. Ахаббани филлах. Мени Аллах жолунда сүйөт дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, мындай боло турган болсо келгиле. Аллах Тааланын эң сүйгөн бендеси ким экен? Колу таза, жүрөгү таза. Алланы сүйгөн, Алланы сүйгөндөрдү сүйгөн, Алланы бенделерге сүйдүргөн бенде экен. Тоолор жайынан жылып талкалануусу мүмкүн экен. Андай иманда бекем болгон, жүрөгү таза адам өзүнүн негизги багытынан тайбайт экен. Паланчандай деди, мен де кеттим. Паланчы мындай деди, пустанчы мындай деди. Жок. Аллах жолунда мен де силерди сүйөм. Аллах жолунда сүйгөнүм, силер Аллах табарак ва тааланын үйүнө келип, Аллахнын сөзү болгон аят, хадистерди угуп жаткан бенделер Алланы күбө кылып айтылар, мен Аллах жолунда ар бириңерди жакшы көрөм. Бирок урматтуу мусулман бир ихзарул фитан ва ibnul ватан. Фитнадан, бузуклуктан алыс болгула, мекенди кургула, ийгиликке жеткизгиле. Бул мекен ар бирибиздин мойнубуздагы аманат. Ал-фитан, урматтуу, фитна деген сөз сыноолор, ар түрдүү бузуклук бүгүн өтө көп. Мен апырткан болбоймун, бүгүн биз фитналардын кайнаган, фитналардын уйгу болгон заманда жашап жатабыз десем, бул өтө апырткандык болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Муса ал-Аш'ари деген сахаба мындай дейт: Кала Расулуллах саллаллаху ал-му'мину лил-му'мини кал-буньян яшудду бa'духа бa'д. Пайгамбар бул хадисте айтканда мындай дейт: Ал-му'мину, бир имандуу, экинчи имандуу үчүн кал-буньян, бул курулуш сыяктуу, яшудду бa'духа бa'д, бири-бирини бекемдейт дейт. Кирпичтердин связкасы болгон сыяктуу, имандуулар бири-бирин бекемдейт экен. Ошондой боло алабызбы? Бири-бирибизге жөнөк болобузбу? Могу мусулман бир тууганыма кыйынчылык жетти, жанында турайын. Же билбей калгандан малын урдап качамбы? Же таяк караганда көзүн көгөртө чабамбы? Пайгамбар бул хадис айтканда ушундай дейт: Ал-му'мину лил-му'мини кал-буньян яшудду бa'духа бa'д. Имандуулар экинчи имандуу үчүн бир курулуш сыяктуу, бири-бирини бекемдейт деди. Бири-бирин талкалабайт. Бирөөдүн кубанычына кубанабызбы? Неге бул темага токтолуп атам, урматтуу мусулман бир тууган? Акылдуу адамдар түшүнүп атат. Кечеле Дунгандагы мусулман, Казактагы мусулман. Кандайдыр бир фитнанын арасында, бир мусулмандын арасында болуп атат. Ошого окшогон фитналар бизде болбосун. Дин душмандарынын эң чоң куралы элди бөлүп жаруу. Бөлүнүүгө жол болбош керек. Ал-му'мину лил-му'мини кал-буньян яшудду бa'д ал-бa'д. Имандуулар бири-бириге курулуш сыяктуу, бири-бирине бекем. Нуъман ибн Баширден пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан бул хадисти жеткизет. Нуъман ибн Баширден Аллах Таала разы болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алал минбар, пайгамбар минбарга чыкты. Пайгамбар минбарда туруп сахабаларга мындай деди: Мен лам яшкурил қалил, лам яшкурил касир. Колунда аз бар кезинде шүгүр кылбаган бенде көпкө шүгүр кыла албайт. Бүгүн колуңда 100 сомуң болгон кезде Аллах Таалага разы болуп 10 сом садака кыла албасаң, эртең колуңа миллион түшкөн кезде 1000 садака кыла албайсың. Бүгүн колуңда бир наның бар, алхамдулилlah деп шүгүр кылбаган адам, эртең үйүңдө казынаң толгон байлыгың болсо да Аллага шүгүр кыла албайсың. Мен лам яшкурил қалил, азга шүгүр кылбаган көпкө шүгүр кылбайт. Мен лам яшкурин нас, лам яшкуриллах. Бендеге разы болбогон адам Аллага эч качан разы боло албайт. Бендеге разы болуу деген сөз, урматтуу мусулман бир тууган, бирөө бир жакшылык кылса рахмат деп бендеге разылык билдире албаган адам Аллах Таалага эч агыле разылык билдире албайт. Ал бенделердин арасында эң жакын, сени тарбиялап өстүргөн, сен үчүн ден соолугун берген, өмүрдү берген ата-энеңе кызмат кыла албасаң, ата-энеңди разы кыла албасаң, сен Аллага кандай Алланы разы кыласың? Ридаллах фи ридал валид, атанын разылыгы, Алланын разылыгы атанын разылыгында турат. Алланын разылыгы эмнеде экен? Асмандан Иса түшүп сага дуа кылса, атаң разы болбосо Аллах дуаны кабыл кылбайт.
Bilip koy. İsa пайғамбар асманнан түшіп келіп, саға дуа қылса, атаң наразы мы? Атаң разы болмайынша ал дуаны Аллах қабыл қылбайды. Бендегі рахмат дей білбеген адам Аллаға еш қашан разылығын білдіре албайды. Емі қарағыла. Ат-тахаддус би ниъматиллахи шукрун. Алланың берген ниматын сөйлегендік шүкір қылып екен. Емі қарада, біреу айтты да, айылдан келгенсің, көз айылдан келгенбізді. Мен айылдан 89 жылы келгенде паланчы байкебес квартирасында қарап тұрды, бізге чай беріп тұрды. Айтып атқан бұл біреудің қылған жақсылығын айту шүкір қылып екен, разылық білдіру екен. Ошондайлы Аллах Таала берген ниматты сөйлегендік не екен? Шүкір екен. Құдайыма шүкір, бенамаз жүретілем. Атың өшкір арақа құл болып, бутылканың ішінен құтылдым. Тамекі тартатылым, тамекіден құтылдым. Азыр 5 бағыма бекем болдым. Мұрда атаның сыйыны білбейді, ама Құдайыма шүкір, азыр атамның қызматы қылып. Алланың берген ниматтарын сөйлегендік бұл не екен? Шүкір қылып екен. Ат-тахаддус би ниъматиллахи шукрун. Алланың берген ниматтарын сөйлегендік шүкір. Құдайыма шүкір, Қырғызстанда дин еркіндігі бар. Минбарға шығып, Құран аяттағы аятты Аллах Таала эмне деген болса, ошондай жеткізіп атабыз. Біреу бізге келіп, Баткенчи айтқанда мышығыңды пыш деген жоқ. Құдайыма шүкір. 19-20 жылдан бері минбарға ваз насаат қылып жатабыз. Же СМБ-дан, же МВД-дан, же президенттік аппараттан, же өкмөттөн, молды ке, моны мындай айтпағын деп біреу бізге жол эме қылған жоқ. Мұндан артық дағы еркіндік не керек? Бұл не қылған? Бұл Аллаға шүкір қылып екен. Ар намаздан кейін бетті 40 күндік жамаат бар, 3 күндік жамаат бар деп қиқырып атады. Біреу келіп тыйып салды. Бұл еркіндік, бұл шүкір қылу. Бұны шүкір қылыш екен. Алланың берген ниматын сөйлегендік не екен? Шүкір. Ағиюздың 3-ші этажында президент баш болып жамаат менен жұма намазы оқып атады. Қанчаларыңыз? Бұл шүкір бұл. Біреуге қошаматшылық башқа емес. Урматты мұсылман бір туған 70 ұқтасақ, түшімізге кірмейді әлі біз шығу алмауында вазман насат қылабыз деп. Сайыздың уағында молдакелер сөйлесе, тараттың 4 фарзын сөйлейтілі, ғұсылдың 4 фарзын сөйлейтілі, башқа нәрсеге кіріш албайтылы башқа мәселеге. Мен айтайын деген нәрсе, хадисте пайғамбар айтады, Алланың берген ниматыны сөйлегендік, ал шүкір қылған уатаркуха күфір, ана айтпай қойу дейді. Күфір деген кафірлік емес, нанкөрлік дейді. Емі қарады, сен бенде біреу айтады, сені университетте контрагын төледім, квартирама жашаттым, оқыттым, сен нанкөр бір саламға жарағадың дейді. Ошаны кейде отырып, жұмышқа кеп қой, паланчы мені оқытты, паланчы жардан берді, паланчы бұл шүкір қылу екен, бендеге разылығын білдіру деген сөз. Біреудің жақсылығын ұнытпайлы деген сөз. Емі хадистің ұландысы мен тоқталайын деген мәселе, бұл хадистің ұшыл жерге келдім. Пайғамбар саллаллаху вал жамаа рахматун, жамаат болу, биримдик болу Алланың рахматы, вал фурқату азабун, бөлініп жарылу, бұл азап дейді. Бөлініп жарылу не екен? Азап болады, сен түндіктің деп атсаң, сен түштік деп атсаң, сен нарындықсың, сен баткендіксің деп атсаң, бұл жақсы болу. Бұл жерлерден қаншалар өткен жоқ. Кімдерден қалған жоқ. Біз бөлінбешіміз керек. Сәәлі Наби саллаллаху алейхи вассалам, сәәлі Наби Ибрахим алейхиссалам, Раббах, Ибрахим пайғамбар Раббысына бірінші дуа қылып сұрағанда, Абул Әмбия дейді, пайғамбарлардың атасы болған Ибрахим алейхиссалам, бірінші Аллах Тағаладан не сұрады? Мандат сұрады бұл. Билік сұрады бұл. Байлық сұрады, жоқ. Рабби жел хаза әл-бәләді әмина. Раббым, бұл шаарды тынштық шары қыл деді. Мекендің тынштық ең чоң нимат. Елдің тынштық ең чоң нимат. Үйіңді ұрбатты мұсылман бір тынштық болбоса, аялыңның қылған 5 бармақ өтөбі. Үйіңді тынштық болбоса, өзген күрішіге, баткен күрішіге басылған ашың өтөбі тамағыңнан. Мамлекетте да тынштық болбоса, ал мамлекет өнбейді, өспейді. Айлана черен көріп отасыз, қанша мамлекеттерде тыныштық жоқ. Тыныштық үшін урматты мұсылман бір туған, әр біріміз бір жақадан баш шығарып, бір жеңден қол шығарып, елдің, мекендің тыныштығы үшін әр біріміз қызмат қылышымыз керек. Бірігішіміз керек, бөлінбеш керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, әл-муслиму мән сәлим әл-муслимуна мин лисани ва яди. Пайғамбар әл-муслиму, мұсылман дегені дейді. Мұсылман дегені мән сәлим әл-муслимуна мин лисани ва яди. Ошол мұсылмандың қолыдан, тіліден башқалар саламатта болса, аман болса ошол мұсылман дейді. Эми өзіңді қарады. Альхамдулилlah мен мұсылманмын дедің бі,
senin tiliңден, қолыңдан башкалар саламаттабы, сен мусулман экенсиң. Тилиң менен бирөөгө ыза берип жатсаң, қолың менен ыза берип жатсаң, қол менен ыза берип, бүгүн соцсеттерде отуруп алып, каймана аттар менен кирип алып, бирөөдү шубайсың, элди бөлүп жарасың. Тилиңден, қолыңдар башкалар саламатта болса, ошол мусулман дейт. А пайгамбар айса вал муъмину, момунчу ким? Вал муъмину ман аминаху нас ала димаихим ва амвалихим. Башкалардын малы, башкалардын каны сенден аман болса, сен момунсуң дейт. Кара, башкалардын малы мүлкү, башкалардын каны, башкалардын намысы сенден аманбы? Сен момунсуң. Иннамал муъминуна ихва, албетте имандуулар бир тууган деп атабыз. Баары алхамдулилlah момунбуз дейсиң, муъмин. Алланын барлыгына билге иман келтирген муъмин, имандуу деген сөз башкалардын малы мүлкү, башкалардын намысы, башкалардын каны сенин колуңдан аман болса, сен момун экенсиң. Мен имандуумун деп барам башкалардын үйүнө күйгүзүп атсаң, мен имандуумун деп башкаларды шубап жатсаң, имандуумун деп башкалардын акын жеп жатсаң, анда иманыңда шек. Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Азыр эки хадиске токтолом. Эки хадисти терең угуп, эки кулакка кулак сырга кылып алалы, жүрөгүңүзгө түйүп алалы. Бирок муну түйүп алуу үчүн бир 2 мүнөт жүрөгүңөрдү, акылыңарды мага аманат берип тургула. Башка жака көңүл бурбайсыз. Эки хадис. Бирок хадисти угуудан мурда хадисти айткан пайгамбарга бир салават. Бул хадисти Имам Бухари жана Имам Муслим шейхан хадис илимиде эки шейхта китебинде чыгарган. Muttafaqun aleyh deydi. Usame ibn Zeyd деген пайгамбардын сүйүктүү сахабасы. Радiyallahu anhuma. Allah Taala Usame'den de Zeyd'den de Allah razı olsun. Usame ibn Zeyd dedi. Kale ba'asena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilal hurqati. Peygamber bizde hurqaga jönöttü. Hurqa degen bir öröndü aytadi. Usame ibn Zeyd peygamber bizde bir top sahabalar menen hurqaga jönöttü. Fasabbahnal qawma fahazamnahum. Ertemenen din düşmanlarına kol salıp жеңип алдык дейт. Динге каршы болгон душмандарга пайгамбар өзүнүн бир аскерлерин жөнөтүптүр. Алардын катарында Усама ибн Зейд бар экен. Эрте менен таң атып басар, алар уйкуда турган кезде кол салдык да жеңдик. Wa lahiqtu ana wa rajulayn min al-ansar rajulan minhum. Meni менен дагы эки мадиналык адам биз үчөөбүз дейт. Ошо мушриктерден динсиз, динге каршы болгон имансызга жетип бардык дейт. Артынан кууп жеттик. Falamma gashayna barıp orap aldık deydi. Üçözün ortamızda kalıp gitti. Ve ta'antu bi rumhi hatta qataltu. Orap aldık gashayna. Kale la ilahe illallah. Biz üçözün ortamızda kalıp gitkenden ailesi yok. Müşrik. La ilahe illallah deyip kelime aytdı deydi. Fakafal ansar, eki ansar menimden bargan madinalıklar kuraldarın jerge koyup bu kelime aytdı deyip tibedi deydi. Ve ta'antu bi rumhi hatta qataltu. Men bolsa Nayzamды bir say öldürüp koydum deydi. Peygamber'in en suyuktü sahabası Usama, iki sahaba urgan yok, la ilahe illallah degenden keyin men Nayzamды sayıp saldım. Falamma qadimna balagan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Madinaga kelgenge çeyin, Madinaga kelsek, haber Peygamber'ga jetiptir. Qaysı haber? Müşriktin артынан üçөөz bargan kezde la ilahe illallah dedi. Ekөөsü tigen yok, menin öldürüp koyganımdı Peygamber'ga jetiptir. Fakal ya Usama, akatalta ba'dama qala la ilahe illallah. Ey Usama, la ilahe illallah degenden keyin öldürüp koydun mu sen dedi. Al kelime keltirip жатса da sen nayzаңды say öldürdün mü dedi. Qultu kana mutaawwidan. Ya Resulullah, nayzadan korkqonduktan aytты dedim deydi. Bizdi öldürbesin dep korkqonundan kelime keltir dedim. Qala kayfa tasna bi la ilahe illallah. Peygamber aytты, kıyamatda Allah'ın asında oşo ölgön bende la ilahe illallah menen kelse, emne kılasın dedi. Kıyamatta Kudaydın asına la ilahe illallah kelimesi menen kelse, emne kılasın dedi. Qalaha mutaawizan minel qatl ya Resulullah. Ölümden korkup aytdı dedim deydi. Al ölümden korkkandan aytdı. Qala keyfe tasna bi la ilahe illallah. Peygamber kayra aytdı. La ilahe illallah menen kıyamatta kelse emne kılasın dedi. Allah'ın asına kelip la ilahe illallah menen kelse emne kılasın. Qala ya Resulallah istagfirillah. Keyin katamdı bildim da o Allah'ın elçisi
Maga Allah Taala'dan keçirim surap dua kılın. Maga istiğfar, Allah'dan maga keçirim surang dedim deydi. Felem yarud aleyha kavluhu keyfe tesna bi la ilahe illallah. Peygamber Allah'ın Musa'manı keçir debesinden dağile bayağı sözde aytты deydi. Musa'ma oşol kezde men kılgan katamның çoğunduğun bildim de hatta temennaytu anni lem akun aslamtu illa yawma izin. Uşu күнгө чейин İslam'da kabul albagandардын катарында эле болуп калганын үмүт кылдым дейт. Şu күнгө чейин мусулман болбой туруп, ушул окуя болгондон кийин мусулман болсом болмок экен дейт. Эмне үчүн? Ал-ислам яжубу ма кабла. Ислам дини өзүнөн мурда күнөөлөрдү жоёт. Мен мусулман болуп туруп ушуну кылып коюпмун. Кашки ушул иштен кийин гана мусулман болгонумда деген үмүттө калдым дейт. Эмне үчүн айтып атам, урматтуу мусулман бир тууган? La ilahe illallah деген kelime keltirgen bir bendenin жүрөгүндөгү иманы бар. Сен ага жамандык кылба, курал көтөрбө, канын төкпө, малы мүлкүн алба. Экинчи хадис. Имран ибн Хусейн деген сахаба жеткизет. Имран ибн Хусейн. Имран Хусейндин баласы, Аллах Таала разы болсун. Анна Расулуллах баасана джейшен минал муслимин илал мушрикин. Пайгамбар bir аскерди мушриктерге, динсиздерге жөнөттү дейт. Allah'a şerik koşkondor, imansızlar kafirlarga bizdi jönöttü. Falamma laquhum qataluhum. Müşrikler men musulmanlar joluktu da arada çoğ mareke uruş boldu. Qitalan şadid, öte kattu mareke boldu. Kattu uruş boldu. Famanahuhum aktafahum. Alar emne olmasdan majbur moyun sunu berdi. Fahamala racul minal luhmati. İmran ibn Husayn bir menin tuğandarımdan bolgon, Araplarda menin etimden deydi. Menin terimden, menin etimden bolgon, uruğumdan, jakınımdan bolgon bir sahaba, ay min karabeti bir tuğanım, hakaza İmran munday aytты. Salgılaşu katlı bol jatkan kezde menin bir jakın tuğanım, ala raculun minal müşrikin bir rumh. Bir müşrike keldi, nayzasını sayayın dedi. Falamma gashiyahu, müşrik musulmanların arasında kalıp ketken kezde, Eşhedü en la ilahe illallah anni muslim. Güvelik verem Allah jalgız, men musulmanmın dep kelime keltirdi. Fata'anahu. Menin tuğanım oşoğa karabastan nayzasını sayıp koydu deydi. Güvelik verem Allah jalgız, men musulmanmın dedile, menin tuğanım jana müşrike, Kuday Taala'ga şerik koşkon imansızga sayıp koydu. Fa'ata Rasul sallallahu peygamberga keldik. Okuya janagıday emes, okuya özgöçö. Köngül burumuz. Peygamberga ya Resulallah halaktu kelip janagı sayıp koygon adam ya Rasul öldüm dedi. O Allah'ın elçisi iş öldü dedi. Men öldüm dedi. Öldüm degeni ahiretim küydü degen söz. Ada oldu men büttüm dedi. Kala ve mellezi sanat. Ne kıldın? Nege öldüm de otasın dedi. Peygamber soradı. Fa akhbarahu billezi sana. Eşhedü en la ilahe illallah degende de sayıp koygon okuyasını aytı verdi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَهَلَا شَقَقْتَ عَنْ بَطْنِهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ. Peygamber açılandı dağın, eşhedü en la ilahe illallah dese de sayıp koydun bu. Nayza sayıudan burada yüreğini açıp görmeysin mi? Yüreği de al, korkkondan aytı bu je. Çınığı imanға keltirdi bu. Görün, Peygamber aytı, sen yüreğini açıp görmeysin mi anda dedi. Mınday bilarman ekensin. Anın yüreğinde iman var mı je, iman yok bu. Hala şakakta kalbi, yüreğini açıp görmeysin mi? Kale ya Resulallah. Keyin sahaba aytdı. Law shaqaqtu batnahu lakunta a'lam ma fi qalbi. Eger yüreğini jarsam, açıp görsem men biletelem. Al to'g'ri aytdi, to'g'ri aytmadi. Yüreğini jarsam biletelem dedi. Fala anta qabilta wa ma takallama bihi. Peygamber aytdı, sen kelime aytkandan kabul kılmadın. Anın imanды kabul algan joksun. Wa la anta ta'lam ma fi qalbi. Yüreğin jarsan da emne ekeni bilbeyteleň dedi. Bilbeysin mi? Anda Allah'a tapşır. Sen yüreğin jarsan da bilbeyteleň. Birok sen yüreği emes, sırtında kelime keltirse kabul algan joksun go dedi. Sen tili menen eşhedü en la ilahe illallah degenini kabul kılbastan yüreğini kaydan bilmeksin dedi. Sen yüreğini açsan da işten bilbeyteleň dedi. Hadisin ulandısı var urmatlı Müslüman. Kale fasakat anhu Rasul peygamber keyin çıkpay koydu. Felem yelbes illa yasiran hatta mat. Birazdan keyin janağı sahaba eşhedü en la ilahe illallah degende öldürüp koygon, biraz vaqttan keyin ölüp kaldı.
Өзі өлді. Фадафаннаху сахаба Имран ибн Хусейн айтады, алып барып көмдік дейді. Келіме келтірген адамды өлтірген сахабаны көмдік. Аля захирил ард фа асбаха ала. Ертесі барсақ, көрдің сыртқа шығып қалыптыр дейді. Мүрзеден сыртқа шығып. Фақалу лаалла адуун набаша. Кейін біз айттық, бәлкім бұны дұшман көрден шығарып салыптыр дедік. Фадафаннаху. Алып келіп екінші жолы көмдік. Сумма амарна гилманана яхрусуна. Жас жігіттерді мүрзені қорғауға дедік. Дағы дұшмандар келіп, мүрзеден шығарып қалбасын дедік. Фасба аля захирил ард. Ертеменен келсек, қайра көрден шығып қалыптыр. Құлла лааллал гилман наасу. Біз айттық, бәлкім бұл жас жігіттер қарауыл қойғандар ұқтап қалғандыр. Дұшманды білбей қалғандыр. Фадафаннаху сумма хараснаху би анфусина. Көмгеннен кейін біз ұлы сахабалар өзіміз қорғадық дейді. Біз көмдік тағын, мүрзесін алды өзіміз қарадық дейді. Фасба аля захирил ард. Қорып тұрсақ, қайра көрден шығып қалды дейді. Үшінші жол көрден шықты. Фалқайна фи бa'd tilkal sha'ab. Кейін ошол өрөндүн бір жерге таштап қойдық. Фа ухбира наби саллаллаху алейхи ва саллям. Кейін келіп пайғамбарға хабар бердік. Я Расулалла, үш жолы көмілді, үш жолы жерден шығып қалды. Фақала пайғамбар айтты, иннал ард ла туқбал ман хуа шаррун мин. Әлбетте жер мұндан да жаманырақты қабыл алады. Мұндан да күнәкөр, мұндан да жаман адам дейм жер қабыл алады гөрі. Валакин Аллах хабба ан юрiyakum li ta'zim hurmat la ilaha. Бирок Аллах Таала силерге ла илаха иллаллах келимесинин қадыр барқы қандай улуу экенini билүүңөр үчүн Аллах көрсөттү деді. Аллах Таала мұндан да жаман, мұндан да күнәкөр бендени кабыл алат жер деді. Бирок Аллах Таала ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадур келимесинин қадыр барқы қандай улуу экендигин, ла илаха иллаллах дегенге қол көтөрбөгүлө деген мақсатта ашхаду ан ла илаха иллаллах келимесин келтирген адамды өлтүрбөгүлө деген мақсатта. Бұл келименин қандай улуу экендигини силерге баян кылуу үчүн, башкаларга сабак болуш үчүн бұл сахабаны үч жолу жерден чыгарып салды деді. Урматтуу мусулман бир тууган, эртең 2 метр көрүңдө тынч жатайын десең, келиме келтирген бендеге қол көтөрбөгүн, анын конун төкпөгүн, канын төкпөгүн, жанын албагын. Арзбаган нерсе бүгүн урматтуу мусулман бир тууган. Кичинекей мамлекетте кээ бир кабарларды окусаң, төө чачың тик турат. Арзбаган бир тыйынты бир үчүн кошнаны союп кеткен, атасын өлтүрүп койгон, бирөөдү зордуктап койгон, бирөөдү асып кеткен, бирөөдү муунтуп кеткен. Бул эмне деген сөз? Дагы андан да жаманы, кээ бирлер келип 2 рекет намаз окуп коюп, мешітке келіп қойғаннан кейін біреуді қараса, бұл мушрик дейді. Сен ан жүрегін көріп көрдің, ашып көрдің бе? Бұл мұсылман емес дейді. Саға кім берді ал өкімді? Не десе, намазға келбейді дейді. Намазға келбесе имансыз болып қалау? Ал күнәкөр бенде. Барып сөйлесең айтады, Құда қаласа оқиым дейді. Бізден бір таныш инебіз айтады. Айт намазға баратам дейді. 12-ші микронда Айша мешіттігі. Баратсам дейді, 2 орыс менен бір қырғыз арақ ішіп атыптыр дейді. Айт күні дейді. Тоқтап, ошо қырғыз байке бір насаат қылайын дедім дейді. Эми улуу жылына бир келген шу айтты да шунтип отурбастан эл катар намазга барбайсызбы деп эми сүйлөйүн десем, мешитте Курандын үнү чыгып калды дейт. Намаз адамдар келгенче кичине Куран коебуз. Курандын үнү чыкса дейт, колунда стакан турган жанагы кыргыз айтат дейт. Я же вашу религию уважаю, вот у нас молитва начался, давайте, пока не будем пить, деп айтат дейт. Мына бизде молитва башталды, ибадат башталды, ичпей турайык деп стаканды коюп койду. Карап туруп дейт, ичимде разы болдум дейт. Ошол алкаш мечиттин жолун билбейт. Бирок эмне болду? Азан болгон урмат. Жүрөгүндө бир эме бар. Ал жүрөктөгү чаң басып жатат. Сен барып мээримдүүлүкнү акырайым тазала аны. Барып найза сайбакын. Андан бетер жарга түртпөгүн да. Ошол чаңды акырайым тазаласаң, анын астында бир жавхар болгон иманы бар. Ана кел, сен бенамазсың, сен мушриксің, сен кафырсың, сен бидатчысың. А сен кимсің? Сен бенде болдағын өзіңдің айып кемчилигиңмен алек болгон. Кыргызстандын бир жеринде айтат, биздин бу 90-89 жылдары бардыктагын дейт, айылда дейт, 1-2 адам айтат. Аллаху акбар деп азан айтып жатсак дейт. Азандан алдын бир
мас келат деле дейді. Кылжыңдап, бұдыра тұра албай келат деле дейді. Азан айттық дейді, ана асыр намазын оқыдық дейді. Бая келатқан. Ошо біз барған үйге кірейін деп ат деле дейді. Жоқ дейді. Асырды оқыдық, Шамға даратқа барсақ дейді. Даратқананың ішінде титреп үйлеп отырады дейді бая алкаш. Даратқанада, ажатқанада үйлеп отырады дейді. Чық, біз дарат алабыз деп шығарып, не үйлайсың десе дейді. Үйлеп атат дейді. Паланчы марқұм ата өлгеннен бері біздің айылда азанды ұққан жоқ елем. 15-20 жыл болды. Бірінші жол азан оқып жатамын. Иманы бар бекен? Аллаға болған қорқу жаңағы урматы мұсылман бір туған. Ошондықтан біреуді сен еме қылбағын. Ал күнөкөр бенде. Жүрегіні чаң басқандыр. Кәллә бәл рана аля құлубихум. Жүректі рана ал күнөлердің дағы болып қалған. Дақты сен тазалады. Дақ болып тұрса дағы барып чаптайсың сен аны. Айтайын деген мәселе, ла илаха иллаллах Мухаммад Расул келимесін келтірген адамға сен мушриксің, башқасың, еш ақың жоқ. Анын малы, мүлкі, қаны аман болуш керек. Бұл урматы мұсылман бір туғаным, екі хадис айттым. Екі хадиске терең ой жүгіртсек, біз үшін өте чоң сабақ. Имандудың жаны, қаны сақталыш керек. Қадір барқы болады. Аллах Тааланың астында ал өте жоғары нәрсе. Аға дұшмандық қылу, қол салу ең чоң күнөлердің чоң күнөсі. Бұл хадисті ұққаннан кейін, бұл оқияны ұққаннан кейін, бұл мені өзім сөзім емес. Абдышкүр ажыны сөз десең ұқпайлы қой. Пайғамбар алейхиссаламдың, сүйікті пайғамбардың хадисini ұққаннан кейін, қайсы бір ақылды мұсылман екінші мұсылманға қол ұзатады. Екінші мұсылманға құрал көтереді. Екінші мұсылманға кім? Пышақ көтереді. Урматы мұсылман бір туған, Аллах Таала кереметі Құранда мындай дейді. Аннаху мен қатала нафсан. Аннаху мен қатала нафсан биғайри нафсин ау фасадин фил ард факаннама қатала наса жамиа. Маида сүресі 32-ші аят. Аннаху әлбетте мен қатала нафсан. Кім бір нафсты адамды өлтірсе? Bir adamды öldürse, bir gayri nefsin bir sebepsiz, şariat ruhsat vermegen yol menen, bireudi öldürüp koysa, fakanna av fasadin fil ard, jerde buzukluk kılıp, bireudi öldürse, fakanna ma qatalan nasa jami'a, bardık adam zatты öldürgende günökör болады deydi. Bette mu'min musulmandı degen жоқ, bir nafsты деп атады. Bir adamды deydi. Öldürü bardık insaniyatты öldürgende günö deydi. Ekinci ayatты қараң. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste mınday deydi. Kulli zenbi asallah en yagfirah. Bardı günöylördü Allah keçirüsüden ümit kılam deydi. Bardı günöylördü Allah Taala keçireriden ümit kılam. İlla men mâte müşriken. Bırak şirk keltirip imansız ölgönde Allah keçirmeydi. Ev mu'minen katele mu'minen mutaammiden. Bir imandu, ikinci imandudu ataylap kastan öldürgen olsa Allah'ın günahını keçirmeydi deydi. Qara, imansızlık müşrik menen imanı bolup turup atayla bir ödü öldürgen ekoy bir deydi. Emi imandı adam bu hadisni uqqandan keyin kim bir ödü öldürüge eme kılады? Allah Tebarek ve Teala aslındağı en çoğun günölerden birisi Allah Teala'nın жалғыздығына şerik koşu olsa, oşondayla bir imandudun kanın tögü canın alı. Mana ayatты köngül burun, şul ayat meni toxtatam, lekin masele bütelek. Allah Teala Nisa suresi 93. ayat. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. Kim bir imandudu ataylap kastan öldürse, فَجَزَاؤُهُ öldürgönünün cezası. Hadi onun için kamera yok. Ömrü boyu qamak bu yok. فَجَزَاؤُهُ cehennem. Anın cezası dozok. Haliden fiha. Tübelik kalan. وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. Allah Teala gazaptanat, qahardanat. وَلَعَنَهُ. Allah nalat aytat. وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah en katlı azaptı dayardap koyuyor deydi. Biroq bu kaçan болады? Bu ahiretteki azaptır bular. Biroq şariatta bireudi atayla öldürgöndün cezası ne eken? Ölüm. Kısas. Kumandoluk dep onu kamap koyup, kişiler tıyını alıp 5 yıldan keyin çıkarıp berбейт. Bireudi öldürdü, anın cezası ölüm. Kur'an'da en kısa ayat, tereң manili.
Валакум фил қисасы хаяту я улил албаб. Валакум фил қисасы хаяту я улил албаб. Ақыл иелері, силерге өч алууда жашоо бар дейді. Бұл аяттың мәнісі қандай? Аллах Таала айтады, силерге өч алууда жашоо бар, ақыл иелері, ақылыңарды иштетсеңер дейді. Мұның мәнісі қантып, біреуді өлтірсе алда өліш керек. Силерде өч алууда, қисас алууда жашоо бар дегені, сен мені өлтіргеннен кейін өлішіңді білсең, мені өлтіре албайсың да. Сен біреуді атқан, сен де атылышың керек та. Ошол сен біреуді өлтірсең, өзіңдің өлерін білген адам, екінші адамды өлтірбей жашоо болады. Біреудің көзін ойып алдың ба, сенің көзіңді ойып алады. Анан біреуін атып қойып, біреусін асып қойып, біреусін тоноп қойып, қайра шығып алып еме қыла бересің. Бұл гумандылық емес бұл. Бұл шариаттың өкімі бұл. Аз біздің депутаттарда өлім жазасын қайрап келсек, бап келбесек, бірақ біздегі башқа мәселе, ал чыны ошондой болды, мұны анықташ да өте қиын нәрсе. Фажазауху жаханнам. Bir imanды өлтірген адамдың жазасы өлімнен кейін. Бұл дүниедегі жазасы өлімнен кейін дозоқ. Дозоқта түбөлік қалады. Алланың ғазабына қалады. Алланың налатына қалады. Аллах дозоқта ең қатты азапты даярдаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи валлази нәфси бияди. Жаным қолында болған Аллаға қасам ичем, лақатлу муъмин, bir imanды өлтіру ағзам индаллах мин завали дүния. Бұл дүниенің талқаланып жоқ болып кетуісінен жеңілірек дейді. Бұл дүниенің талқаланып жоқ болуысы bir имандудың өліміден көрі жеңілірек екен Аллах үшін. Елестеткен Қырғызстан емес, бұл дүние талқаланып жоқ болып кетуісі bir имандудың өліміден жеңілірек дейді. Бұны не демекші? Имандудың қадір барқы дүниеден де жоғары тұрады. Пайғамбар алейхиссалам саллаллаху алейхи вассалам Манa'ana laqatl mu'minin wala bi shatri kalima, bir imandudun ölümüne yarım sözmenen jardan berse deydi. Kılıç menen emes, kural tava bermez, oq alp bermez, yarım sözmenen. Öldüreyim mi dediler. Öldürme degen orada tür dedi. Davaydı. Bir sözün yarımı menen birinin ölümüne sebep oldu. Laqiyallahu azza ve celle maktubun bayna aynay ayetun min rahmatillah. Oşo yarım söz menen birinin ölümüne sebep bolgan adam Allah Taala'nın aslına kelgende peşenasında şunda жазуу болот экен. Ne dep жазуу? Kırgızstandык деппи? Жок. Қазақстан же Дунган деппи? Жок. Allah'ın rahmatынан ümiti жок деп жазылат экен. Allah bu bendege rahmat nazarı menen карабайт деп. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кереметтүү Мекке Каабанын алдына баратып, кандай жипар жыттуусун, кандай кадыр барктуусун, кандай улуусун, бирок бир момундун, бир мусулмандын жаны, каны, малы сенден жогору турат дейт. Жүздөгөн, миңдеген, мына быйыл Кудай буйрса 6000 деген адамдар ажыга барабыз. Байтулланы таваф кылабыз, Аллах Тааланын 5 фарзын аткарабыз деп, 5-чи фарзын аткарабыз деп. Ошол Каабаны айланып жатып пайгамбар, ey Kaaba sen jipar jıttуусун, кадыр бартуусун, улуусун, ал жерде болгон ибадат 100 000ге жүрөт. Бирок пайгамбар айтат, Аллага касам ичем, бир момундун кадыр баркы, жаны, каны сенден бир канча жогору турат дейт. Кандай боло турганбызга кегиле урматтуу мусулман бир тууган. Каабаны карап намаз окуп атабыз. Намазыбыз, ибадатыбыз кабыл болуу үчүн, иманыбызда чыныгы момун боло турган болсок, бир момунга кол көтөрбөйлү. Бирөөдүн малын туура эмес жол менен жебейли. Бири-бирибиздин каныбызды төкпөйлү. Маселе эмне? Куни ибада ихвана. О Кудайдын бенделер бир тууган болгула. Бузукулукка жардамчы болбогула. Ва таавун алал бир ва тақва ва ла таавун алал исми вал удван ва таавану. Бири-бириңе жардам бергиле. Бил бирри ва тақва жакшылык жолунда, таква жолунда бири-бириңе жардам бергин. Ва ла таавану жардам бербегиле бил исм күнөөдө ва удван душмандыкта. Кудай Таала элибизди, жерибизди асманнан жерден келген апаттардан, жаман кырсык, жаман сөздөн сактасын. Мени угуп жаткан бир туугандарымды уккан аят хадиске амал кылуу насип етсин. Аллах биримдигибизде бекем кылсын. Ушул аятка амал кылып жашоодо баарыбызга насип етсин. Вa'тасиму бихаблиллахи жами'a ва ла тафаррaqu. Аллахнын дининде бир болгула, бөлүнбөгүлө дейт. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.